Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз вифи-пай тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші 3 жұмыртқа қажет болады. Осы 3 жұмыртқамызға шекер қосып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. 240 грамм шекер қосамыз. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осылай көпір шығу қажет. Оған қайнап тұрған 60 грамм су қосамыз. Және 120 грамм сүт. Жылы болу қажет сүтімізде. Миксерлеп аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге 210 грамм ұнға 40 грамм какао қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осыны сұйық ингредиенттерімізге жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осындай сұйықтықта болу қажет. Енді ыдысымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай астындағы тапасын алып, пергамент қағазымызды осылай өлшеп аламыз. Барлығын осылай өлшеп, осылай ортасы шұңқыр болу қажет. Осылай барлығын өлшеп алып, мен бұл сұйықтықты 4 бөлікке бөлетін боламын. Осылай өлшеп алсаңыздар, бірдей көлемде болып шығады. Міне осылай. Осыған 5-6 қасықтан салсаңыздар болады. Мен бұл жерде 4 қасықтан салып жатырмын. Бұны егер қалыңдау қылам десеңіздер, әр неге 1-2 қасық қосып жасасаңыздар болады. Бірдей етіп бөлу қажет. Сол кезде біздің бисквитіміз бірдей болып шығады. Мен бұл жерде 4 қасықтан салып шықтым. Менің формам 16 сантиметрлік форма. Осылай қасықтың көмегімен бір тегіс қылып жайып аламыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Осылай бетін бір тегістеп шығамыз. Осылай листті формамен өлшеп алсаңыздар, қараңыздар, бір тегіс домалақ болып шығады. Сіздерге қиын болмайды. Осыны 180 градусқа 5-6 минутта пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Енді бетіне кремін дайындаймыз. Ол үшін бифих 350 грамм қажет бізге. Сахарный пудра 200 грамм және чиз крем 200 грамм қосып, қатқанша миксерлеп аламыз. Креміміз қатайғанша. Креміміз осылай қату қажет, ағып тұрмау қажет. Енді әр листті пергамент қағаздан бөліп алып, осылай ыдысымыздың үстіне қойып, бетінен бір тегіс қылып жауып шығамыз.
Ол үшін бізге кондитерский пакет қажет. Осылай кондитерский пакетімізге кремімізді салып, осылай шеңбер қылып барлығына құйып шығамыз. Және ортасына осылай шеңбер қылсақ, ортасы да бірдей бір текст болып шығады. Егерде кремдеріңіз сәл сұйықтау болып отса, ол кезде чиз крем сәл қосуларыңыз қажет. Сол кезде сіздің кремдеріңіз қатаяды. Осылай қасықтың көмегімен ортасын бір текст қылып турлап алсаңыздар болады. Бетіне осылай салып, тағы да кондитерлік пакетімізбен барлығына осылай кремімізді бетіне жағып шығамыз. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламыз. Міне, барлығы осылай бірдей болып шықты. Енді бетіне кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливочный майға 30 грамм майға шоколад 60 грамм Қазақстан шоколадын қосатын боламын. Оны ыстық буды осылай ыдысқа салып ертіп, осылай сәл суытып аламыз бетіне. Суыған соң бетіне жағып шығамыз. Жан-жағына креміміз ағып жатса, ол ештеңе етпейді. Осылай лопатаның көмегімен бір текст қылып шығамыз бетіне. Мына біздің Baby Pie тортымыз дайын. Бетін түрлі өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадымен және кокосовый стружкамен әсемдейтін боламын. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Барлықтарыңыз ас болсын, түрде осы тортты үй жағдайында дайындап көрсеңіздер, өте оңай. Қараңыздар, өте дәмді, өте көрнекті торт. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.